Достым, егер сен ютубта жаңадан басқан адам болсаң, онда саған Ренат Муслимов деген адам керек. Егер саған керемет интролар керек болса, осы балаға жазу. Ол өте керемет, мықты интролар жасайды. Міне, саған осында керемет интролар керек болса, вот осындай интролар керек болса, онда сен обязательно осы балаға жаз. Бұл тіпті бұдан да керемет қылып интролар жасай алады. Бұл жай ғана жасай салғаны, достар. Сондықтан барлығымыз осы балаға жазамыз. Бірақ бірден айтайын, достар, бұл бала тегін жасалмайды. Ақшаға жасайды, Kiwi кошелегі арқылы төленеді. Аса бір қымбат емес, енді ақша жағын өздерің келісесіңдер. Мен де барлық интроларымды осы балаға жасатамын және ақшасын төлеймін. Ешқандай да алдамайды. Адал жасатпай болады. Өте адал. Ондай болса біз көп сөз ойламай, достар, өзіміздің видеоға кеттік. Достым, егер сен Brawl Stars'тан топовый клан таба алмай жүрсең, онда ол клан сенің дәл алдыңда тұр. Dark Team кланына тез кіріп кетеміз, достар. Бұл кланда мен де бармын. Сондықтан бұл кланға барлығымыз кіреміз және топ Қазақстандағы топ 100 кланның арасына кіруге, достар, көмектесіп жібереміз. Біз дәл қазіргі кезде топ 197 орындамыз және топ 100-ге көтерілуге, достар, барынша көмектесіңіздер, өтініш сіздерден. Ал ондай болса, достар, біз видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум, достар. Сендермен бірге мен қазақ баласы. Достар, алдыңғы видеороликті көрген болсаңдар, мен ол кезде сендерден кез келген сұрақ сұраған болатынмын және мен ол сұрақтарға жауап беремін деген болатынмын. Және ол видеоның астына өте көп сұрақтар жиналып қалыпты және мен ол сұрақтарға дәл қазір жауап беретін боламын. Так, бірінші сұрақты көрейік. Далмит деген бала жазған секілді. Далмит па сондай аты, по-моему. Телефоның қандай? Телефоным Samsung Galaxy J2 Prime 2017. Жақсы телефон, бірақ бір жаманы памяты өте жаман. Памят жағынан қиналасың, көп приложение тарту мүмкін емес. Ал екіншісі қаншадасың дейді. Мен 14 жастамын. 14 жасамын. Так, бізде екінші сұрақты қазақ, яғни Қазгеймер қойған екен. Братан, қысқа арнап оформление дайындайсың ба? Мен де қысқа арнап оформление дайындап қойдым және қойып қойдым. Тарқи, саған көп рахмет, сол қойып бергеніңе және жасап бергеніңе. Так, бізде үшінші сұрақ. Crazy Man, сенің қызы бар ма? Менің қызы жоқ, қызым болған. 2 апта алдын болған. Бір себептермен айырылысып кеттік, оны сұрауым керек жоқ. Даркти, менің кланыма реклама. Бұл төртінші сұрақ, достар. Менің кланыма реклама жасай аласың ба? Әрине жасай аламын. Айтқандай, достар, мен Dark Time деген кландамын. Егер соған кіргілерін, мен бар кланға кіргілерін келсе, осы кланға обязательно кіріңдер. Және 5000 кубоктан жоғары болсаңдар, онда кірулеріңе болады. Барлықтарың өтініш сендерден осы кланға кірем және топ 100, Қазақстанның топ 100 кландарына кірсек деген ой бар, достар. Сондықтан обязательно сол кланға кіреміз. Dark Team деген Dark Team деген клан, достар. Так, келесі сұрақ. 5-ші сұрақ Али Қазақ қойыпты. Каналыңда жақсы дамып жатыр. Болашақта қандай план дейді. Біріншіден рахмет. Болашақта енді осы ең бірінші мақсаты, менің алдыға қойған планым ол 200 подписчикке жету, яғни жаңа жылға дейін, 2020 жылға дейін 200 подписчикке жету. Және мен бұны орындай аламын ба, алмаймын ба білмеймін. Егер барлық мені көріп жүрген адамдар болса, арнама барлығы жазылса, мен жетем деген ойдамын, достар. Сондықтан жаңа жылға дейін 200 подписчикқа жетуге өтініш сендерден көмек, достар. Сендерден бір көмек болсын, көмектесіп жіберсеңдер. Так, бізде 6-шы сұрақ. Думан Жеңіс, смартфонын қаншаға алдың дейді. Смартфонды мен 37 мыңға алған болатынмын. 2 жыл алдым ба әлде? Жоқ, 1 жыл алдым. 2018-де алған болатын.
кезде алдым. Так, Brawl Stars қатама дейді. Brawl Stars қатпайды негізі, бірақ қатқанда білмеймін, Brawl Stars қататын, но бірақ басқа ойындар ойнаған кезімде қатпайды, мүлдем қатпайды. Яғни басқа ойындар дегенде қазір мен басқа ойындар ойнамаймын ғой. Так, одан кейін сұрақ. Brawl Stars ойнағаныңа неше жыл болды және донат жасадың ба? Мен Brawl Stars ойнағаныма әлі жыл болған жоқ, 5 ай болды. 5 ай болды. Донат жасадың ба? Донат жасамадым, достар. Донат жасамадым. Мүлдем тіпті жасамаймын да, 40 мыңға мен донат жасағанша новый телефон алып алғаным дұрыс қой. Так, бізде 7-ші сұраққа келетін болсақ, Ашын кезет қойыпты. Жасың қанша? Қызың барса дейді. Мен қызым барса емес, реал де. Жасым жаңа ғана айтып өткендей 14-темін. Осы желтоқсанның 6-сына 15-ке толам, достар. Құттықтап қосыңдар болады. Қызым барса дедім, мен қызым барса емес, Реал Мадридте ойнайтын. Менің қызым жоқ әрине. Қызың бар ма деп жүргенде қандай жазып кеткен шығар. Менің қызым жоқ, жаңағы айтып өткендей 2 апта алдым. Сондай болған. Негізі ұнататын қызым бар. Қанша подписчик болғанын қалайсың дейді. Жаңа жылға дейін, достар, айттым жаңа ғана. Жаңа жылға 200 подписчик болған қалаймын, ал былайша әрине мен 1000 подписчикқа жеткім келеді. Тіпті миллион подписчик болса деген ой бар менде. Жалпы сондай подписчик болса дейді. Атың кім дейді? Атым ба? Ол секрет. Деп ойнайтын. Менің атым Айтбай Бақтияр. Фамилиям Айтбай, көбісі шатастырып жатады. Атым Бақтияр. Нұрлан Ола. Айтбай Бақтияр Нұрлан Ола, достар. Так, 8-ші сұрақ бізде Мади Ахметов деген қойған екен. Және сен Brawl Stars'тан басқа қандай ойын ойнайсың дейді. Мен Brawl Stars'тан басқа ешқандай ойын ойнамаймын, бірақ Clash of Clans ойнайын деп жатырмын. Мен Clash of Clans'тың обноваларын көріп, қайтадан ойнағым келіп кетті, ол ойынды тастап кеткеніне где-то 1 жылға жақын. Или одан көп. Так, достар, 9-ші сұрақ. 1000 подписчик видеосыз деген қойған екен. Вкң бар ма? Әрине вкң бар. Ссылка описаниеде, яғни сілтемесі төмендеді. 10-ші сұрақ. Геймер Бека сұрақтар дейді. 1-ші сұрағы Brawl Stars вс Free Fire. Әрине Brawl Stars. 2-ші сұрағы мектепте қаншамен оқисың? Мен мектепте жалпы үздік оқимын. Бір ғана төртім бар. Және қалғанның бәрі 5. Құйрығы бар 5. Мен не айтқан келгенін сендер түсінген сияқтысыңдар. Так, қай қалада тұрасың дейді. Мен Шым қалада тұрамын. Яғни Шымкент қаласында тұрамын. 4-ші сұрағы маған сәлем жолдашы Павратский. Геймер Бека саған жалынды сәлем. Және сен достарыңа, туысқандарыңа барлығына жалынды сәлем. Так, Шарпар Ағманов. Нешінші жылғысың дейді. Нешінші жылғысың деген қалай кетті, сен мен танисың ғой. Жарайды, айта берейін. 2004 жылғымын. Ютубты қашан бастадым дейді. Ютубты 3 ай алдым бастадым. 3 ай алдым бастадым. Так, бізде достар, және ең соңғы сұрақ, 12-ші сұрақта 12-ші адам Қабыл Плей қойыпты. Қабыл Плей, Баха, каналыңда қанша подписчик болғанын қалайсың дейді. Каналымда жаңа ғана айтып өткендей, енді миллион подписчик немесе одан көп подписчик болған қалаймын, және жаңа жылға 200 подписчикқа жетсек деген мақсат қойдым. Алдыма соған, достар, өтініш, сендердің көмектерің керек. Сендер болмасаңдар мен 200 подписчикке жете алмаймын, достар. Так, 2-ші сұрағы, сенің алда каналыңа деген жоспарың бар ма? Әрине, каналыма деген жоспарым бар. Каналымды одан әрі дамытып, подписчиктерімді көбейтіп, керемет видеолар шығарсам деген жоспарлар бар. Сен Free Fire'дағы атың қандай? Вот дейді. Менің Free Fire'дағы атым Баха 04. Баха 04. Бірақ мен қазір Free Fire ойнап жатқан жоқпын, ешқандай ойын ойнап жатқан жоқпын. Clash of Clans ойнасам ба деген ой бар, достар. Міне біздің сұрақтарымыз осымен таусылды. Мен барлық сұраққа жауап бердім. Сендермен бірге болған мен, достар, қазақ баласы. Бүгінгі интросыз видео
үшін кешірім сұраймын. Достар, видео аяқталмастан бұрын мен сендерге керемет бір баланы ұсынғым келеді. Яғни ол бала, егер сендер егер ютубта жаңадан бастап жатқан бала болсаңдар, сендерге интро керек болса, онда Ринат деген балаға ВК арқылы жазсаңдар болады. Ол өте керемет интролар жасайды, және менің интроларымның барлығын осы бала жасап береді. Әрине ол тегін емес, ақшаға жасап береді, бірақ қымбат емес достар. Сол 100-200 шамасында. Ол баламен енді бағасын өздерің келісесіңдер. Қымбат жасамайды, өте арзан деп те айта алмаймын, бірақ өте сол ақшаға стоит достар. Сол өзін жасаған интролы сол ақшаға тұрып бере алады дейін ба, не дейін. В общем, сол бала жасыңдар болады, егер сендерге интро керек болса. Ал егер шапка немесе ава керек болса, менің өзіме жазыңдар, мен жасап беремін. Әрине ақша ол да енді қымбат емес, 100-120 соған жасап беремін достар. Kiwi арқылы лақтар жасыңдар, егер білмейтін болсаңдар. Егер обучение түсір десеңдер, түсіремін достар. Kiwi'ді қалай қолдану керек, қалай ақша досыңа телефон арқылы лақтыру керек, оның бәрін егер обучение сұрасаңдар, мен түсіріп бере аламын. Ал онда осы достар, сендермен бірге болған мен қазақ баласы. Сендер достар, бағана айтып өткендей, жаңа жылға 200 подписчикке жетуге көмектесіңіздер, және менің кланыма, Darkbeat кланына кіріп кетіңіздер. Барлықтарыңыз 5000 клубтан жоғарыладың, бәрі кіріңіздер. Топ Қазақстаннан топ 100-ге кірсек деген ой бар. Және жаңа айтып өткендей, жаңадан бастап жатқан ютубер болсаңдар, онда Ринатқа жазыңдар достар. Сендерге керемет интролар жасап беретін болады достар. Ал ондай болса, сау.